Ресей елінің астанасы Мәскеу қаласындағы Қазақстан Республикасының елшілік ғимаратындамыз. Елшіліктің жоғары қабатынан көрініс. Бұл жерде құрмет тақтасында жалпы Ресей елінде төтенше және өкілетті елші болған қайраткерлеріміздің фото галереясы ұсынылған. Яғни алғашқы елші Темірбай Валерий Батайұлы 92-94 жылдар. Елші ғимараты орналасқан кешенде музей орналасқан. Жалпы осы музейдегі ішіндегі экспонаттарды бірен-саран сіздерге көрсететін боламыз. Негізгі экспонаттардың бірі мына жерде енді екі жақтық дипломатиялық қарым-қатынас негізіндегі құжаттық нелер реттеледі, қол қойылады. Елбасымыз латын қарпіндегі права буду, если скажу, духовные скрепы, благодаря которым, собственно... Мына жерде Байқоңыр бұрыш алаңы орналасқан. Бұл жерде жалпы ғарышкерлеріміз туралы, жалпы ғарышты игеру саласындағы жетістіктеріміз жайындағы кен мағлұматтар берілген. Бұл жерде енді елбасымызға берілген мемлекеттік марапаттар жалпы Ресей мемлекеті тарапынан берілген. Және де осы Ресейдің аймақтар атынан берілген наградаларда ұсынылған. Бұл жерде мысалы құрмет ордені, еңбекші Қадыров, Татарстан Республикасының қызмет үшін ордені. Біздің жұмыс кабинетіне кіріп бара жатырмыз. Рабочий кабинет президента Казахстана, вот как раз в резиденции 80-х, первой половине 90-х. Вот, обстановка настольной принадлежности, настольная лампа, кассетный магнитофон, ручка, очки. Все это принадлежит президенту Казахстана. У них такая, знаете, цитата: «Пропадет не тот, кто устал безмерно, а тот, кто остановился». Ну, вот такой, да, жизненный, это мотивирующий слоган, да, согласна. Портфель тоже, личные вещи президента. Ой, это комната отдыха. Комната отдыха тоже все здесь осталось мебель практически без изменений. И мы разместили единственные предметы, костюм нашей казахстанской сборной олимпийской на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. По окончанию Олимпиады был потом подарен президенту. Вот передали как раз наш музей. Ну и некоторые вещи, вот это подарок экибастузцев, например, президенту с вот таким изображением, да,